Мен алдап 650 мың теңгемді алып қойдым мен. Қалай алданып қалдыңыз? Бұл да сенің көріп, мына военный дегеннен кейін сеніп қалдым өзімде. Өзім құрылыста істеймін, ол ақшаны оңайлықпен тапқан жоқпын. Иә, полицияға барсам, бұлар орыс, Россиядан тұрып звондап жатыр. Бұл бесполезно, танылмайтын дегендей әңгімелер айтып жатыр. Өзім 350 мың түспеді деді. Маған деді, қайттан деді, 350 мың жіберіңіз деді. Мен Нұрғали Тасбалтаевич, осы Астана қаласында тұрам. Мен көп балалы әкемін, 5 бала шағам бар. Өзім стройкада жұмыс істеймін. 28 ноябрь күні Ойликстан бір объявленияға жолығып қалдым. Сөйтіп, маған бір мебель керек болып тұрып еді. Соны арзандау болған соң, сол Ойликстан алайын деп сөйтіп әрекет қылып жүріп едім. Содан бір рекламаны көріп, соған сөйлестік. Сөйтіп, ол өзін таныстырды. Волхов Александрмын, военный болып істеймін, званиям подполковник деді. Сөйтіп, жаңағы... Қай қалада еді ол? Ол Тараз қаласынанмын деп айтты өзін. Гражданствосы қазақ деп жаңа өзінің удостоверенияларын жіберді маған. Телефонға жаңа жұмыс істейтін орындағы военный удостоверениясын жіберді, копиясын. Сосын мен айттым, бұл жетпейді ғой, өзінің суретін жіберші деп едім. Оған қоса жаңа суреттерін жіберді. Сөйтіп, мен өзінің сенімен кіргізді ол. Мен айттым, ол жарайды, онда жақсы екен ғой, адамдар екен ғой деп сеніп қалдым. Сонымен жаңа ақшаны деді, бірінші жартысын беріңіз деді. Қалғанын деді, барған соң жаңа КамАЗ, сол Астанаға КамАЗым бар деді, соған артып жіберем деді, бірақ доставка тегін деді. Басында ол мебель, 3 мебельді маған 300 мыңға берем деді. Ас-үй жиһазын айтты, сосын музыкалық аспапты көрсетті маған. Тоңазытқышты көрсетті. Осы үшеуін көрсетті. 300 мыңға берем осын деді. Қазір деді 150 мың беріңіз деді. Қалғанын деді, жаңа товардағын соң бересіз деді, төлейсіз деді. Мен айттым, жарайды, ондай болса деді. Біз оған 150 мың салып жердім. Ол бұлай айтты да, менде өзімде деді, Каспий голтым жоқ деді, мен жиенім бар деді, соның атына салып бересіз деді. Аты Дмитрий деген. Жаңа шығады деді, Дмитрий деп шығады деді. Жарайды дедім, сөйтіп, жаңа Каспий голтқа кірсем, Дмитрий деп шығып тұрды. Сөйтіп, оған 150 мың салып жердім. Сөйтіп тұрған кезде әйелі звондап қалдық. Сәлден соң. Сол айтты, тағы да деді, осындай басқа мебельдерім бар. Мен бекерге бұл жерге тастап кетіп жатырмын, соның өткеніне беріп кетейін деп еді. Көшіп жатырық, басқа қалаға көшіп жатырық деді. Жарайды дедім, онда кәні көрсетіңізші дедім. Сөйтіп едім, телевизорлерін көрсетті, кресло, диванын көрсетті, спальный гарнитурын көрсетті. Сосын тағы бір жиһазын көрсетті. Осының бәріне деді, 350 мың бере салың деді. Жарайды дедім, ондай болса дедім. Тағы дедім, 150 мың жіберейін сізгелерге дедім. Қалғанын дедім, жаңа неде келген соң аласыздар дедім. Жарайды, мақұл деді. Енді 350 мың қалып тұр. Олар айтты, біз деді, КамАЗды қазір артық деді. Енді КамАЗ шықты деді. Енді деді, маған 350 мыңды жіберіңіз деді. Неге сізге кейінде жіберем? Кейінде жіберем деп айтты ғой. Бірақ әйелі бірденнен басқаға өзгере шықты да. Ашуланып, ой, мен сізге миллиондаған товар жіберіп жатырмын. Мен ондайға көнбеймін деп сөйтіп сразу жаңағы нені 350 мың жібермесеңіз мен КамАЗымды тоқтатам. Маған КамАЗистің нөмірін берді. КамАЗистен сөйлестім мен. КамАЗ айтты, мен деді жолға шықтым деді. Бәрін ұйымдастырған. Иә, жолға шықтым деді. Кәдімгі жолым дауыс естіліп тұр. Мен деді, қазір связь кішкене не деді. Сосын деді, маған деді, геоданныйыңызды жіберің деді. Мен жаңа геоданныйман деді, барған соң сізбен хабарласам деді. Мен сеніп қалдым. Ол, значит, КамАЗды жолға шығыпты ғой деп. Тағы маған суретін жіберді. КамАЗға артқан жиһаздардың суретін жіберді. Мен КамАЗға арттық, бәрін кетіп жатыр КамАЗ деп. Жарайды дедім, енді бәрін нормальный сияқты ғой. Жіберсем жібере салайын дедім, тағы 350 мың тағы жібердім. Жарты сағаттан кейін қайттан звондады. Ойбай деді, жаңағы жіберген 350 мыңыз деді, маған түспеді деді. Бұл да сенің көріп, военный дегеннен кейін сеніп қалдым өзімде. Мен айттым, мен басқа ақша жібере алмаймын. Енді дедім, қалай болса олай болсын дедім, мен сіздерге бір тиын ақша жібермеймін дедім. Мен товар келеді дедім.
Одан кейін онда егер 10-ға дейін түспейтін болса дедім, мен жарайды дедім, жіберсем жіберермін. Бірақ дедім, мен қазір Каспий банкқа звондаймын дедім. Сөйтіп Каспий банкқа звондадым. Каспий банкқа звондасам, олар айтады, жоқ дейді, түсіп тұр дейді. Мен алдап 650 мың теңгемді алып қойдым мен. Енді ақ көңіліміз ғой енді. Ақ көңілдіктен болды ма, өзім түсінбей қалдым, қалай алданғанымды. Гипноз болды ма, профессиональный жаңа нелер ме, соны әйтеуір барып келіп жүріп сала бердім ғой ақшаны, жүгіріп барып келіп жүріп. Енді военныймын деген екен, тем более мен сеніп қалдым, өйткені Таразда военчастар көп. Основной военчастар Таразда, өзіміз білеміз ғой енді, ана жарылыстар болып жатты, анау болып жатты. Основной военныйлер сол орыстар істейді, орыс жігіттер. Мен ойладым, сол енді сол действительно олар енді көшеде ары бері бір жылда, бір-екі жылда көшіп отырады ғой олар, бір жерде көп отырмайды. Соған ойладым, может басқа қалаға көшіп отқан шығар. Деп сеніп қалдым да. Звондадым, сөйтіп олар сразу уже айттым оларға, полицияға дедім, мен арыз жазайын дедім. Өйтетін болсаңыз, мен ақшамы қайтарыңдар дедім. Олар бүйтіп айтты. Мен деді, болды деді, КамАЗды тоқтаттым деді, сізге товар бармайды деді. Мен ондай болса деді, мен ақшамы қайтарыңдар дедім. Сол арада олар сразу нелерін, телефондарын өшіріп тастады бәрін. Сол 28 ноябрь болса, бүгін 4 күн болды ғой, 4-ші күн. Хабарсыз. Бірақ неде WhatsApp-та кіріп тұрады, звондасам көтермейді ешқайсы телефондарын. Иә, полицияға барсам, олар, ой, бұлар Россиядан тұрып звондап жатыр. Бұл бесполезно, бұл анау табылмайтын дегендей әңгімелер айтып жатыр. Заявление жазбай-ақ қоя салсаңызшы дегендей бір жаңа соған келтіріп бір нелер сөздерді айтып тұрды. Бұл бесполезно, табылмайды, бұл әңгіме, болмайтын әңгіме, бұл 2-3 ай созылады. Бұл мен Байқоңыр аудан әкімдігінің полиция басқармасына жаздым. Енді маған өте ауыр тиді, өйткені полицейлердің негізі жұмысы ғой, оны тауып беру. Қолдарынан соны істемесе егерден, қандай сонда түсінбей қалдым енді. Мен барған кезде наоборот, келіңіз, осындай жағдай болды деп түсіндіргеннен кейін менің немді айтып, қайта көңілді тағамыз оны деп өтіріктен болса да айтып қойса, қайта сол жақсы ғой маған. Өзім құрылыста істеймін, ол ақшаны оңайлықпен тапқан жоқпын. 5 бала шағамнан арттырып, жинап, отырған ақшам еді. Содан енді айырылып отырмын. Әйтеуір бала шаға бірдеңке болсын деп бірден осындай аяқтарға түсіп қалып, айырылып отырғаннан қиын ғой енді. Жаңағы ертерек мынау қылмыскерлерді ұстап, басқалар жәбір көрмесін деген ниеттерім бар енді. Жоқ, мен сендіріп қойды ғой, ойбай, мен Тараздамын деп жаңағы нелерінің андай суреттерін жіберіп, жаңағы өзінің удостоверенияларын жіберіп, жаңағы жұмыс істейтін нелерін жіберіп, куәліктерін жіберген соң мен сеніп қалдым, мебельдің бәрі қымбат. Соның үшін мен ойлыққа кірдім ғой енді, магазинге оны шамамыз жетпейді оны алуға.